Быйыл қара күреш иесі Қажымұқан Мұнайтпасовтың туғанына 150 жыл. Қажымұқан Мұнайтпасұлы қазақ халқының маңдайына біткен тұңғыш кәсіпқой палуаны. Тұтас ғұмырын спортқа, күрес өнеріне арнап, ұлан қайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын күміс медальдарды мойнына тұңғыш рет ілген Қажымұқан бабамыз. Бабамыздың мерейтойына арналған біздің мектебімізде көптеген іс-шаралар өткізілуде. Солардың бірі ұлтын әлемге танытқан балуан атты ашық тәрбие сағаты. Өскелең ұрпаққа балуан бабамыздың ерлігі мен балуандығын насихаттап, үлгі ету басты міндетіміз деп ойлаймын. Сабақ барысында Қажымұқан бабамыздың Темірлан ауылында өткізілген мерейтойдан көптеген бейне материалдар қолданылды. Солардың бірі Қажымұқан бабамыздың немересі, белгілі композитор Бақытжан ағамыздың авторлық әні алғаш рет бейне көрініс арқылы көрсетілді. Одан басқа есте қалатындай оқушыларға Қажымұқан бабамыздың бейнесі салынған төс белгі таратылды. Қажымұқанның қазақта көші басқан, палуандықтан айтайын біраз дастан. Орыс палуан атанып 12 жыл, 24 патшалықтың жерін басқан. 24 патшаны араладым, палуанды неше таудай жараладым. Жүрегімді жылытқан жылуы туған жерде ыстықты таба алмадым. Болып өстім несібен, мен өтізден, кім бар екен елінен күдер үзген. Есіме туған елім, түскен уақытта жас томалап түседі-ау, екі көзден.